достар. Сіздер бізді плагиатчик деп көп айыптайсыздар. Сіздер кез келген каналдағы біз музыканы алсақ, бізге плагиатчик деген ат қоясыздар. Неге? Ол каналда сол өлеңді бір жерден алды. Себебі ода авторский право жоқ. Ол канал, ол видеоны өзі, ол өлеңді өзі кәдімгідей минусовкасын жасаған жоқ. Ол минусовканы интернеттен алды. Бізде соны қолдандық, бізде интернетте алдық, ол видео қарап алғандамыз жоқ. Бірақ сіздер сонда да тек бізден дәрежесі үлкен болғаннан кейін бізге плагиатчик деген ат тағасыздар. Видеоны бағалаңыздар, әрбір лайк деген біз үшін қандай. Әрбір лайк вообще қандай рөл ойнайтынын білмейсіздер. Бір как будто лайк қоймаған кезде видеода шығаруға желание ұрмай кетеді да. Видео лайк болған сайын, одан сайын жандана береді да. Сен шабытың келе береді, келесі видеоға деген. Егер тағы да видеолар көп шықсын десе, көп лайк басыңыздар. Достар, біз осылай видеоны бітірейік. Бірақ енді менің видеомды осыдан бастап бағалайды деген ойдамын. Әрбір лайк мен үшін қымбат. Сіздерден, короче, айтқанда ақша жағынан қымбат емес, шын дома-домадан да емес, оның ар жағында жүректен қымбат. Guys, I love you, өзің жұрт жүш, камераны бәктейші. Açış? Bit. Ол панограммамен айтады кім? Білініп қалды сен сөйле. Қайттан достар, біз оны жоқтық жейміз. Давайте. Кеттім мен, құрсын мақан шақырады.